Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, жан жылу арнасына қош келдіңіздер. Күздің бір жылы кеші, жапырақтар сарғайып, Алматының тыныш бір мейрамханасында қайырымдылық кеші өтіп жатты. Шағын мәдени орта. Ол жерде Ербол мен Гүлнар алғаш рет көз түйістірді. Гүлнар қара классикалық костюм киген, қара шашы мінсіз, макияжы да өте нәзік және ұқыпты жасалған. Ол өте салмақты көрініп тұр. Ербол болса, өзіне сенімді, сыпайы сөйлейтін, сырт көзге идеал ер азаматтай көрінеді. «Сіз бүгін кештің сәнісіз», деді Ербол күлімсіреп. «Артық кеттіңіз-ау деймін, жай ғана қатысушымын ғой», деп Гүлнар қысылып жауап берді. Осылайша олар танысты. Кеш бойы әңгімелері жарасып, біраздан соң телефондары алмасып, ортақ қызығушылықтары жайлы әңгіме өрбіді. Күндер өте берді. Ербол өзін бойдақпын деп таныстырып, жұмыс пен өмір жайлы көп әңгіме айтатын. Гүлнар болса, оны таныған сайын жүрегіне жақын тарта бастады. Бірақ шындық басқа еді. Ербол отбасылы, 2 баланың әкесі, Аяулым есімді жары бар. Жұмыс, күйбең тіршілік, бір сарынды өмір оны бәрінен де жалықтырып жіберген еді. Ол өзгеріс іздеді. Өкінішке қарай, ол өзгерісті жалғанынан тапты. Гүлнар Ерболды жақсы көріп қалды. Ол адам сенгісіз нәзік сезімге бөленді. Бірақ бұл шынайы махаббат емес еді. Ол жалған іргетасқа тұрғызылып жатты. Бір күні Гүлнар кездейсоқ бір әйелдің профилінен Ерболмен түскен отбасылық суретті көрді. Жүрегі дір ете түсті. «Мен түсінбедім. Бұл не? Сен үйленгенсің бе?» «Гүлнар, мен саған бәрін айтқым келген. Сен мені алдадың!» Үйдің ішіндегі дауыл. Аяулым да шындықты біледі. Ол үнсіз қалмайды. Балаларының болашағы үшін, әйелдігі де, аналығы да үшін бұл сатқындықпен күреседі. Ерболға ашық айтады. «Мен сенің қателігіңе емес, үнсіздігіңе ренжідім. Сен мені жоғалттың». Ербол өз қателігін енді ғана сезіне бастады. Балалардың көзіне тіке қарай алмай, кешірім сұрайды. «Әкелерің адам ретінде сүрінді. Бірақ сендерге деген махаббатым шексіз. Мен кешірім сұраймын. Кеш болса да түсіндім. Кешіріңдер». Гүлнар да бәрін тоқтатты. Аяулым кешірді, бірақ қайта қосылмады. Балалар әкелермен араласуын тоқтатпады. Адам өмірдегі ең ауыр сынақ өз қателігін мойындау және оны түзетуге ұмтылу. Ербол үшін бұл жол оңай болған жоқ. Бірақ өмірдің ең үлкен сабақтары ең ауыр кезеңдерінен басталады. Гүлнар өз жүрегін қорғады. Аяулым өмірге жаңа бетпен қарады. Ал Ербол, ол енді шынайы болуға, адалдық пен жауапкершілікті бағалауға тырысады. Өмір кешірім мен жаңарудың үзіліссіз жолы. Махаббат бұл тек сезім емес, ол сенім мен құрметтің жемісі. Сондықтан да адам өмірінде қателесуі мүмкін. Бірақ қателіктің үлкені оны мойындамау. Ер азамат болу тек қамқорлық емес, рухани беріктік. Сенім сынбайтын тас емес, жарылғаннан кейін қайта бүтінделмейді. Өмірде ең үлкен батырлық өз қателігіңді мойындау. Егер отбасың бар болса, ол сенің байлығың. Ұмытпа, сырттағы жарқыраған жалған сенім ішіңдегі жан дүниені алмастырмайды. Егер сен соңына дейін тыңдасаң, лайк басып, каналға тіркелуіңді сұраймын.